Шымкентте былтыр мемлекеттен 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қайтарымсыз грант алып бизнес жоспарларын жүзеге асырған мыңнан астам азамат жеке кәсіптермен айналысуда. Шымкент қалалық жұмыспен қамту жеке әлеуметтік қорғау басқармасы оларға алдағы уақытта шағын кәсіптен орта бизнес деңгейіне көтерілулеріне қолдау көрсетуге мүдделі. Осы мақсатта Арбат алаңында жәрмеңке ұйымдастырылып, кәсіпкерлердің өнімдері қала тұрғындары мен ірі кәсіпкерлерге таныстырылды. Іс-шараға қала әкімі Ғабит Сыздықбеков арнайы қатысып, бүгінде өз еңбектерімен кәсіптерін дөңгелетіп отырған 200-ге жуық грант иелерінің бизнес жобаларымен танысты. Жәрмеңкеде көрсетілген өнімдердің басым көпшілігі тағам өнеркәсібі, мал шаруашылығы, қызмет көрсету салалары мен қолөнер бұйымдары болды. Солардың ішіндегі бірден-бір ерекше кәсіп түрімен айналысатын жанның бірі Нұрлан Ережепов. Ол үй құрылысына пайдаланатын материал жасаумен айналысады. Өзбекстанға барып, кәсібін ашпас бұрын арнайы білім алып келген. Бастау бизнес бағдарламасы аясында өзі жоспар құрып, комиссия мүшелері алдында жобасын қорғап шыққан. Өнім атауы гибкий камень қасшасы иілгіш тас дейді. Бұл мраморный крошканың ұнтағынан жасалатын строительный материал дейді. Ішкі сыртқы әрлеу жұмыстарына. Строительный материал внутренне наружно отделочная работа дейді. Соған керек кетеді. Отқа төзімді, суға төзімді, өте мықты. Гарантиясы 25 жыл, 30 жыл беймарал береміз. Өйткені бұның несінде, бұның ең несі құпиясы бұяқта клейный составта. И стеклохоз деген материал астарына жабыстырылады. Мынандай материалдан істеледі. Характеристикасы бәрі бар. Мына бұл трещина неге бәрі мына осы жерде жазылған. Бұл шишаның ұнтағынан істелетін. Отқа, суға қорғанды материал. Астарына осының астарына осы жабыстырылады. Мына бетіндегісі мраморный крошка. Бұл мраморный крошка мына білесіздер, мына мраморный тастың ұнтағы. Бұл міне екеуі де міне натуральный, екеуі де отқа, суда қорғалатын мықты. Қайтарымсыз грант осылайша отандық, оның ішінде шымкенттік өнім көлемін арттыруға септігін тигізуде. Грант иегерлерінің өнімдерін кеңінен насихаттап, дәріптеу көзделген жәрмеңкеде кәсіпкерлер көпшілікке бәсекеге қабілеттіліктерін паш ете білді. Нәтижесінде ірі кәсіпкерлер грант иегерлерінің өнімдеріне қызығушылық танытып, сауда нарығында қолдау көрсетуге ниеттерін жеткізді. Жәрмеңкеге келіп, түрлі жеке кәсіпкерлердің өнімдерін көріп танытып отырмыз. Жалпы өте жақсы ұйымдастырылған жәрмеңке. Бізде мынау бала мен анаға арналған дүкенімізден осы жерден керекті тауарларды көріп жатырмыз. Келешекте ұнаған сол тамаша өнім шығарып жатқан кәсіпкерлермен келісімшартқа қол қойып, бірге жұмыс істесек, жеке кәсіпкерлердің жаңағы дамуына үлес қоссақ деген ойдамыз. Жалпы ол жеке кәсіпкерлерге, әсіресе отандық өнім шығаратын кәсіпкерлерге қолдау көрсеткен дұрыс. Қайтарымсыз грант халықты жұмыспен қамтудың тиімді тетіктерінің біріне айналып отыр. Мемлекет тарапынан берілетін қаржылай қолдау шарасы биыл да өз жалғасын тауып, Шымкентте әлеуметтік осал топты азаматтарға арналған грантты жалпы саны 447 адамға беру жоспарланған. Жыл басынан бері өткізілген бірінші және екінші лектің нәтижесінде 228 азамат грант иегері атанды. 11 және 22 қыркүйек аралығында өтіп жатқан үшінші лекте қалған 219 грантқа өтінім қабылдануда. 1195 азамат комиссияның оң шешімін алса, 1100-ге жуық азамат кәсібін ашқан. Қалған азаматтар, енді арасында қайтыс болған азаматтар бар, кәсібін ашпаған азаматтар бар. Біз ол азаматтарға өзі ережесіне сәйкес өзінің қаражатты мемлекетке жаңағыдай қайтаруын талап етіп хат жазамыз. Егерде өзі қайтармаған жағдайда соттың шешімімен міндеттеп мемлекетке қайтарады. Айта кетейік, Шымкентте қайтарымсыз грант алып, бүгінде кәсібін шырқ үйріп отырғандар саны артып келеді. Жеке кәсібін бастағандар өздері ғана пайда тауып қана қоймай, қазына қазанында қампайтып отыр. Лаура Бақытжанқызы, Нұржан Сейдазимов, Әділет ақпарат.